Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дәмі тіл үйіретін печеньенің рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең әуелі ыдысымызға ұн салып, үстінен 100 грамм салқын сары майымызды қосып, ұнтақтап алатын боламыз. Ұн мен сары май бірігіп ұнтақталғаннан соң үстінен құрғақ заттарды қосамыз. Елу грамм қант, 1 шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық тұз салып араластырып, үстінен 1 жұмыртқа мен 3 ас қасық қаймақ салып қамыр илейтін боламыз. Қаймақтың пайызы маңызды емес. Қамырымыз өте жұмсақ, жылтыр және қолға жабыспайтын болып шығады, себебі құрамында сары май бар, қаймақ бар. Мен өз каналымда түрлі рецепттермен бөлісіп отырамын. Алдағы уақытта да пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Байқағандарыңыздай ол жұмсақ, жылтыр болып шығады. Енді қамырымыздың бетін жауып, 5 минутқа дем алдырып қоямыз. 5 минуттан соң қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз, себебі жаю үшін ыңғайлы болады. Жайғанда ешқандай ұнды қажет етпейді, себебі қамырымыз жабыспайды. Қамырды орташа қалыңдықта жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек, себебі печеньеміз қатты болып қалады. Сонан соң бокалдың көмегімен осындай дөңгелек формаларды кесіп алдым. Ал сіздерде басқа форма бар болатын болса, сонымен кесіп алсаңыздар болады. Ал қалған кесілген қамырларды қайта жайып, печенье жасауға болады. Кесіп алған печеньелерімізді майланған табамызға салып жайғастырамыз да үстінен біркелкі етіп жұмыртқа жағып шығамыз. Пештеріңізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған печеньелерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіретін боламыз. Міне біздің печеньелеріміз пісіп шықты. Дастарханға үстіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді және тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ, өте дәмді, ең бастысы оңай дайындалады. Балаларыңызға міндетті түрде ұнайды. Ас болсын.